4 сағат салып алдарыңызға қайта шықтық. Жай емес әрине. Оған қоса сіздерді қайта тәрбиелеу үшін де емес. Дәл кешегі бағдарламада айтқандай, күйбең тірліктегі елеусіз ұсақ түйекке ерекше мән беріп, кейбір мәселелерде кеңес беру үшін. Білгенге маржанның бүгінгі мәзірі Сергім сериал бұл күнде. Әлемді алаңдатқан артық салмақ. Қойдың етінен ең қымбат тамақ. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сериал бүгінде арналар үшін айтарлықтай ақша. Қыз-қырқын мен жастау жігіттерге еліктеу субъектісі, кәрі-құртанға әңгіме объектісі, келін-кепшік үшін уақыт өткізудің, ең құрғанда солар сияқты өмір сүруді армандаудың құралы. Ал әлемді қойш, еліміздегі ең ұзақ сериалды білесіз бе? Сол баяғы Санта-Барбара мен Ананди оралып тұрған шығар тіліңізге. Негізі олар сағыздай созылған 10 сериалдың ішінде соңғы орынға тұрақтаған. Сіздің де мен сияқты ең біріншісін білгіңіз келіп тұрған шығар. Жарайды, айта қояйын, мен де сериалдың сценарист ұқсамай. Сонымен әлемдегі ең ауқымды сериал Гиннестер кітабына кірген жарықты бағыттаушы. Сериал бас аяғы 18262 сериядан тұрады. Ал сіз бен біз таңдай қағып жүрген Санта-Барбара 2137, Ананди қарғам 1212 бөліктен ғана тұрған. Соның өзін түгел көріп бітіре алмай, ауырып жатқан бір апамыз ойбу, мен басқа дүниеге кеткенше мына шіркін бітсе екен депті ғой. Оны айтқан қазір шығатын апай емес, ал Зілиха Беуова апайдың уайымы басқа, қазір оның барлығын өз айтады. Сонымен сіз сериал көресіз, сериал жақсы көресіз, солай ғой? Жақсы көрем сериалды. Қайсысын көресіз? Мен енді қазір мынау Сұлтан Сүлейменді көріп жатырмын. Одан кейін Алғашқы махаббат деген Түркияның киносын көріп жатырмын, сериалын. Келін деген сериалды көреміз. Жақсы көретін енді өзім ене болғаннан кейін. Енді жаңағы неге қарама-қайшылықтар болмай ма? Мысалы, сіздің жаңағы келінді көреміз деп жатырсыз. Мысалы, сіз келініңізге айтасыз ба? Ананди сияқты, Ананди меді, кім еді? Ананди. Мен немере келіні ғой, Ананди. Солай ма? Өз туыстарыңыз сияқты. Өз туысымыз сияқты болып кетті сол. Сіз мысалы қандай құрбандыққа бара аласыз сериал үшін? Мысалы, сізде бола ма сондай? Ойбай, сериалым болып жатыр, бір тойға бармайым, я болмаса бүйтпеймін деген сияқты. Енді ондай тойға бармайым деген болып көрген жоқ, бірақ тамақ ішпейтінім бар енді. Сериалды көріп болғанға дейін тамақ ішпеймін. Сонымен енді сіз жаңағы менен мықты білетін сияқтысыз сериалдарды. Ішінен ең бір осыны жақсы көрем, осы кейіпкерді дейтін адамдары бар ма ішінде? Я жек көретінсіз мысалы. Енді мынау Сұлтан Сүлеймен сериалында Хюремнің істері ұнамайды енді маған. Сол Хюремді жек көрем. Неге? Ал енді неге ол, мысалы, Хюрем неге жек көресіз, мысалы? Қандай қылығы ұнамайды? Өйткені ол, мысалы, еркекті мықты ұстап отыр ғой. Басқа елге барғызбай қойды ғой. Оның барғызбаған менен оның ісінің бәрі бір түрлі арам. Сіз кімнің жағындасыз? Кімнің жағындасыз? Хюремді жақтырмайсыз жақсы. Хюремді жақтырмай. Махидевран ұнайды ма сізге? Махидевран да ұнамайды маған, соңғы кезде ол да ұнамай қалды. Валиде өліп қалды. Валиде ұнайтын бе? Ол кісі ұнайтын еді, ол өліп қалды ғой енді. Оның жақсы еді ол. Одан кейін мына Ибрагим енді соны аяп кеттім. Ибрагимнің енді өліп қалғанын Хюрем ғой енді өлтірген. Соған аяп кеттім мен енді. Соған переживать етіп, кәдімгідей өзім уайымдап қалдым. Негізі Зылиха апайымыз айтпақшы, өмірдегі уайымды ұмыттырады деп сериалдарды бүгінде қараушылар көбейді. Соның ішінде Просто Мария, Дикая Роза, бұрынғы Рабыня Изаура, ең бергісі Сұлтан Сүлейман. Бұндай сериалдарды бүгінде ер азаматтарымыз да көреді. Қарсы алыңыздар, студиямызда Мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметбеков мырза, ол да сериалдарды көреді. Көргенде өте жақсы көреді. Жамбыл мырза. Сонымен сізді айтып жатырмын, жақсы көреді сериалдарды деп, қай сериалдарды көресіз? Негізі жұртпен қатар алғашқы шыққанда, көрініске шыққанда, ол жаңа Рабыня Изаурадан бастадық қой бәрімізді. Енді осы жерде айтайықшы, Зылиха апайымыздан Хюремді жек көреді екен, Махидевранды жек көреді екен. Сіз кім жақсы көресіз Хюремді, мысалы? Мен оның ішінде кейіпкерлердің қалай не қылдырып атқанын білмеймін. Мен тарихи рөлін білемін. Мысалы үшін империяны ұстап тұру үшін, оны империя құру үшін білек күші керек болды, найзаның күші керек. Сол болды. Ал енді империяны ары қарай ұстап тұру үшін жаңағы сұлтанға не керек болды?
Сұлтанға саясат керек болды. Саясатты жүргізу арқылы ол империяны ары қарай дамытып еді. Іштен шыққан жау жаман дегендей жанұялықтың іріткісілігі империяның күйреуіне алып келді. Мысалы, Злиха апайымыздың бір жаңа құпиясын білдік. Ол кісі сериал басталғанда тамақ ішпейді екен. Сіздің үйде 85-тегі анам бар деді. Сериал көргенде не істейді? Я не істейді, я не істемейді. Өйткені кейбіреулер тамағын ысырып тастайтын болып тұрса, біреулер керісінше тамақты сол уақытқа даярлайды. Сіздің үйдегі процесс қалай жүреді? Сериал көрудегі. Ол процесстен бізде кеңде емеспіз. Өйткені сериал басталғаннан кейін тамақсыз қалатын жағдайға ұшырадық. Ол үшін екі жағдайға: тамақсыз ұшырап қалмау, екінші техникалық әлгі қауіпсіздікті орындау. Ол біреу. Тамақсыз қалмас үшін үйде бір-ақ телевизор болушы еді, екінші телевизор кухняға қойдық. Яғни ас дайындалғанда ас бірге дайындалып, тамақ бергенде сериалды бірге көру. Ал енді жаңағы техникалық қауіпсіздік дегенім, әлгі желдеткішіміз бар, сорғыш. Соны қойып қоймасаң, тамақ күйіп кетуі ықтимал. Сериалды көрем деген кезде ас жағы естен шығып кетіп, келіншегіміз сондықтан күйіп кетпес үшін оны ананы да қосып қоямыз. Сол жаңағы әлгі техникалық қауіпсіздік дегенім. Ал енді бұның бізген қазіргі қоғамға келгенде, біздің қоғамымызға сериал деген өте кірді ғой. Өлең тамырын жайып бар жатыр. Соңғы кезден түріктің сериалдарынан шығатын, мысалы, қорытындымыз. Апалар қазір сол түріктердің әйелдеріндікіндей орамал іздейтін болды базардан. Сіз қандай сырға дедіңіз? Ол Хюремнің сырғасы ғой. Хюремнің сырғасымен сақидасын іздейтін болды. Ондай да шығып кетті ма? Онда шығып кетті. Ол қымбат шығар. Енді кім білсін, енді қымбат арзан болса да енді тағамыз ғой енді соны. Иә. Сүлейменнің жүзігін тағатын болды жігіттер. Иә. Сондай іздейтін. Мысалы, қараңыз, біз өзіміздің әлі, мысалы, мен сізге айтам, батыс жақта кішкене ою өрнекпен киіну деген бар әлі қалыптасқан, тойларда. Ал мысалы, мына үлкен қалаларда, Алматы, Астанада ою өрнек жоғалып кетті. Тек мерекеде ғана болмаса. Біз әлі өзіміздің ою өрнегімізді, мына ұлттық киімімізді насихаттай алмай жүрмізді, бірақ қазір жаңағы түріктің орамалын іздейміз, Хюремнің сырғасын іздейміз. Ол қаншалықты дұрыс? Біз кіріп бара жатырмыз басқа елдің мәдениетіне. Негізден алғанда идеологиялық тұрғандан әр кино, мынау беріліп атқан көріністердің бәрі ол идеологиялық тұрғыдан қарайтын болса, шетелден келген сериалдар ол бізге өздерінің әдет ғұрыптарын, салт дәстүрлерін әкеліп кіргізу деген сөз. Ал өзіміздің сериалдың болмауы, егер әдемі сериал, тарихи сериал болып шетелге жіберетін болсақ, олар да біздің Қазақстанымыз қандай екен деп қызығушылықпен қараушы еді. Сонда Бораттың киносы шықпаушы еді. Злиха апай, Жамбыл мырза, рахмет сіздерге. Ал енді біз сериал көріп отырып уақытымызды текке өткізбей, әйел адамның бір уақытта бірнеше іспен қатар айналыса алатын бірнеше секундтардан кейін дәлелдейміз. Сериал көріп уақытымызды босқа өткізгенше пайдалы іспен айналысайық. Мәселен, құрақ тігуге болады. Мынадай матаны аламыз. Мен сіздерге қарапайым ғана тәсілін көрсеткім келіп отыр. Негізінен құрақ тігуді біздің ауылдағы, негізінен қыз-келіншектердің барлығы білет. Ол атам заманнан келе жатқан дүние. Америка ашып тұрған ештеңем жоқ. Бірақ мен сіздерге бір ерекше үлгісін көрсеткім келіп отыр. Ол үшін мынандай жастықтың формасында матаны қиып аламыз. Бұл құрақ негізінен біз білетін құрақ көбінесе ою өрнектермен жасалады. Ал негізінен менің қазір көрсетейін деп отырған үлгім ол Англиядан шыққан. Англияда ол құрақ деп аталмайды, patchwork деп аталады. Patchwork аудармасында жамылғы, яғни түрлі түсті маталардан жасалатын жамылғы деген мағынаны білдіреді екен. Ұқсас біздікіне, кәдімгі біздің құрақ сияқты, бірақ бұл жерде арнайы ешқандай бір ою өрнек немесе бір үлгі немесе бір сурет болмайды. Бұл жерде, былайша айтқанда, абстракциялық суреттер. Ол үшін мынандай негізіне қатты мата аламыз. Ол мықты, орнықты тұру керек мата. Кішкентай ғана матаны төртбұрыштылап қиып, осылай бекітеміз. Енді бұл жерде ең қызығы әртүрлі маталарды қолдануға болады, және нақты бір ережесі жоқ, айтып өттім. Бұл жерде фантазияңызға қарай. Ең бастысы, мына түстер бір-біріне сәйкес келу керек. Сәйкес келгенде қою түспен ашық түстер бір-біріне жалпылама сырт көзге қарағанда әдемі болып тұру керек, соны ескеру керек.
ең басты талабы осы. Ал негізінен біз білетін құрақ ол өз алдына, мен тарихын зерттегенде өте қызықты мәліметтерге көзім түсті. Мәселен, құрақ дегеніміздің өзі анау ежелгі Мысырда пайда болған екен. Ал ол тіпті біздің дәуірімізге дейінгі 980 жылы Мысырда кәдімгі осындай маталарды қолдану арқылы әртүрлі бұйымдар тіккен. Жастықтар немесе жамылғылар. Біздің құрақтың ерекшелігі бізде әдетте 2-3 немесе әрі кеткенде 3-4 түс қолданады. Онда да бізде көбінесе қолданады бірыңғай, мысалы, бір түсті маталардан қолданады көбінесе. Ал пэтчворктың ерекшелігі бұл жерде қолға түскен матаны іліп алып жасауға болады, және бұл жерде бір мата қайталанбауы да мүмкін. Бірақ маған осы пэтчворктың ұнайтын жері осы. Не, кішкене бізде сурет емес енді, бірақ кішкене бір көзді алдайтындай бір көрініс пайда болды бізде. Енді мына матаны қолдануға болады, қызылды. Сонда ол кішкене бір ерекше. Сосын бұның бір жақсысы, мына жерде қиындау болып жатса, инемен кішкене түйреп өзімізге бағдар алуға болады. Бұны тек қана мынандай тоғы бар машинкамен емес, кәдімгі мүмкін әлі көп үйлерде мындай қол машинка шығар, ол өте ыңғайлы негізінен. Қол машинкамен тігін тігіп үйрену, мен содан бастаған. Сондықтан міне бітіп қалдық. Енді мына жастықпен өлшейміз. Жастықпен өлшейміз де оның жастықтың формасында қиюымыз керек. Сонымен біздің жастығымыз бітті міне. Бұны айттым ғой міне, ешқандай бұл жерде ою өрнек болмайды қазақтікіндей. Бізде көбінесе 2-3 түсті ғана қолданады. Бұл жерде кез келген түсті, кез келген өрнекте гүлді болсын, немесе бір түсті, немесе осындай әртүрлі қолға түскен матаны қолдана береміз. Ең бастысы бұл жаңағы пэтчворк деп аталады, Англиядан шыққан деп айттым. Онымен қоса бұны лоскутное шитье дейді, Ресейде қазір көп қолданылады. Бұл әртүрлі маталардан әртүрлі жамылғылар немесе жастықтар жасау деген сияқты. Оңай тәсіл. Енді үйреніп келе жатқандар үшін бұл өте оңай тәсіл, үйренуге болады. Ал осыдан кейін өзіміздің құраққа көшуге болады. Ол енді сәл-сәл ауырлау, сәл-сәл қиындау, өйткені біздің құрақта жатқан математика, ол жерде ою өрнектері бар, нағыз қазақтың ою өрнектері. Ал әзірге бастамасы осындай. Сіздерге сәттілік тілеймін, сериалды көріп тек отырмаңыздар, осындай пайдалы іспен айналысыңыздар. Енді құрақ көрпені тігіп алған соң, қыз-келіншек соның үстіне отырып бір шай ішкісі келеді. Ол шай киносыз батама. Одан кейін көк жәшікті қосады. Сонымен бітті. Батыс. Артық салмақ, май тіндері, лепит. Артық салмақ алаңдата бастаса, адамдардың қарны тоқ деген сөз. Бұл мен шығарған мақал. Ал қазақ шығарған мақалға қарасақ, қайғысыз қара суға семіреді. Бұл екі жағдайды есепке алмағанда, әлемде қазір семіздік деген сырқат бар. Арықтықтан артық зардабы бар бұл ауру кейбір құрбандарын 500 келіге бірақ апарып жығып жатыр. Оның бетін әрі қылсын әрине. Ал қалыпты жағдайда әр адамның меншікті размері туабітті табиғатында, болмысында болатын генге түртіліп, ДНК-ға жазылатын өлшемі болады. Толық, арық, ұзын, қысқа, қырлы, қырсыз, мәселе осы арада басталады. 90-60-90 емес, 60-90-60 болғанына, 2 метрге сәл жетпейтін емес, 1 метрден сәл асатын болғанына қапаланған қызғырқын құмырсқа бел бикешке айналу үшін у-ішуге де даяр. Тек салмақтан арылам деп, саулықтан айырылып қалмасақ болғаны. Негізінен менің бойыма осы салмағым дәл келеді. Ал Нарғызға қатысты болса, мен өлшенейік деп айтпай қояйын. Нарғыз өз салмағын жақсы білет, бірақ арықтай алмай жүрген сұлулардың бірі. Нарғыз айта кету керек, жақында ғана тұрмысқа шыққан. Енді қыз ретінде мені толғандыратын сұрақ. Ал сіздің жұбайыңыз, жолдасыңыз айтқан жоқ па? Мысалы, сізге айтпай ма қазір арықташы?
мысалы сондай айтатын көрінеді, сен мысалы бар сондай ер азаматтар, Үйтіп айтқысы келген адам үйленгенше ойлану керек еді ғой. Үйленіп алғаннан кейін кеш десеңші. Өте кеш. А сіздің онда жаңа ер азаматыңыз керісінше сондай томпақ қыздар жақсы көретін болып тұр ғой, иә? Иә. Бір ретте әнші Меруерт Түсіпбаева айтқан еді, менің күйеуім егер жарты килограмм салмақ қоссаң, мен сені тастап кетемін деп айтты деп. Сол кезде мен таң қалған тұғынмын, ол сізде ешқандай махаббат та жоқ екен деп. Ал менің күйеуіме ешқандай менің артық салмағымның бар екені де жоқ екен, оған ешқандай мәні жоқ. Тек қана махаббат. Енді арықтау үшін сіз бармаған жеріңіз жоқ. Дәрігерлермен қанша сұхбаттастыңыз, солай ғой? Иә, осы жоба болған, сол жобаға да қатысқам арықтау туралы. Оның көп, мысалға, маған айтқан кеңестері болды. Әрине бәрін оны қабылдау мен үшін болған жоқ, ол кезде мен арықтағым келген жоқ қой. Ал қазіргі кезде сонда көп кеңес алғым келеді, білгім келеді. Тезірек арықтау. Қазір арықтау керек, бірақ сізге мысалы ең бірінші қойылатын мысалы шарт, иә, сіз дәрігерден тексеруінен өтуіңіз керек. Ең бірінші айтады ғой, мысалы мынау щитовидка дейді, қалқанша безі. Соған көп нәрсе байланысты дейді. Адамның көңіл күйі, арықтауы, бәрі. Иә, ол гормон ғой, ол тек қана мынау қалқан без деген ол бір ғана гормон. Ал адам баласында осы семіруге байланысты егер сіз дәрігерге барып жатсаңыз, сізден көп гормондарға тексеру керек болады. Олардың бәрінен өтіп қойғам, тексерілдім, бәрі жақсы. Не үшін арықтағыңыз келеді? Не үшін артық салмақтан арылғыңыз келеді, мысалы? Негізі дәрігерлердің кеңесі бойынша мен артық салмағымды тастауым керек, балалы болу үшін. Сізге қазір кейде балалы болу үшін кедергі болып жатыр, бұл солай ғой? Иә. Сонымен осы уақытқа дейінгі нәтиже қандай, білмеймін, диетаға отырдыңыз ба, әлде қандай кеңестерін сіз жүзеге асырдыңыз дәрігерлердің? Шынымды айтсам, осы 10 жылдың көлемінде істемеген нәрсе жоқ болды негізі. Кейде мынау Қытайдың дәрілері бар, арықтауға арналған мысалы, иә. Өте зиян екенін біле тұрып, оны қабылдаған да кездер болды. Одан нәтиже болды ма? Одан нәтиже болғанмен кейін қайтадан жинап алдыңыз? Ол жинап алған емес, ол миға әсер ететін сондай препараттар болады екен. Қытайлардың шығаратын сондай препараттары бар. Олар миге әсер еткенде сізге тамақ жеме деп тұрады. Біз негіз қарным ашты деп бүйтіп ұстаймыз ғой. Ал ол біздің миымыздан бізге команда, приказ келеді, жүрекке қарай. Ол сияқтан соны ол тоқтатады екен мидан. Біз Нарғызбен осы жерден әңгімені тоқтата тұрып, қазір дәрігерді тыңдайық. Бізде Әмірова Алтынгүл, дәрігер эндокринолог, қазір барлығын түсіндіреді. Сіз жемісті алып шықтыңыз. Мынау жаңағы біздің Нарғыз қызымыздың проблемасы туралы кішкене айтқым келеді. Мынау үлкен салмақ қосу деген, үлкен салмақ жинау деген әртүрлі жағдайларға байланысты болады. Ол бірыңғай тек қана отырудан емес, тамақ ішуден ғана емес, тамақ ішіп, көп тамақ ішкендіктен ол көп салмақ жинақты деген сөз емес. Бірақ негізінде көп салмақ жинаудың себептері осы көбірек отырудан болады. Қозғалыстың аздығынан болады. Сосын мына тәтті тамақтарды көп жегендіктен болады. Мен мына тәттіні, мысалы мында зефир сияқты тәттіні күн сайын жеймін, бірақ мен семірмеймін. Неге? деген сұрақ туындайды. Біз тәттіні жеуге болмайды дей береді ғой. Енді тәттіні жеуге болмайды деп барлығын енді алып тастауға тағы болмайды. Оның ішінде мына калориясы өте жоғары, углевод дейміз ғой, көміртектер өте жоғары составтарында тамақтар болады. Сосын ол пайдасыз. Малат дейміз ғой, бұларды енді бұл неден жасалған нәрселер ғой. Бұның ішінде көп жаңағыдай калория деген болмайды. Бұна виноградтың құрамында углевод дейміз, жаңағы көміртегі өте көп. Сондықтан бұны көп жеуге болмайды. Тоқтай тұрыңыз, осы жерде бір сұрақ. Мысалы, мен дәрігер емеспін, маман емеспін, бірақ менің ойымша, мысалы, жеміс жидектерден ешқандай зиян келмейді деп ойлаймыз біз. Қанша мөлшерде жесең де, қандайын жесең де, мысалы. Оның барлығы олай емес. Оның барлығы олай емес. Бұнда да мөлшер болу керек. Бұнда да мөлшер болу керек. Сосын жаңағыдай әлгі мынау толықтық дегеннің өзі адамның ағзасындағы
мынау не заттың алмасуын нашарлатады. Заттың алмасуын нашарлатады. Мынау бананның құрамында дағы углевод деген өте жоғары жаңа қантты көп көтеретін нәрсе. Сондықтан бұның мысалы мынаны жарты банан 12 грамм углеводқа тең. Сонда ал 12 қарапайым тілмен айтыңызшы, салмағы артық салмағы артық адамға мынау бананның қажеті жоқ. Қажеті жоқ. Алманың ешқандай зияны жоқ шығар. Алмадан біз мысалы мынау басқа фруктыларды жеуге болады. Бірақ енді мынау алманы жеуге болады екен деп, біреулер мысалы килограммдап жеп жатады, жарты килограмм, 2-3 бірден жеп жатады. Бұның да нормасы бар. Например, күнне бір алма. Мен шынымды айтайын, кешкісін анау тамақ жемеудің орнына 2-3 алманы килограммдап жейтін мен сол. Енді асқазанды толтыру керек деп ойлаймын да. Мынау мені, мысалы, бізде сөйтіп қыздарда арасында сондай түсінік бар. Солай ғой. Біз айтамыз, кешкісін майлы тамақ бір жаңағы жегеннен гөрі, одан да 3-4 алма жей салайын, сонымен асқазаным тыңқиып тойып тұрады дейміз. Жоқ, олай болмайды. Мынау алманың әр нәрсенің өзінің мөлшері болады. Мынау алмадан, например, бір алманы жеу керек. Күніне. Міне, қандай пайдалы кеңес. Сосын мінекей, мынау чипсы дейміз. Мынаны, мысалы, балалардың жақсы. Қазір балалардың арасында толығып кеткен балалар өте жиі кездеседі. Неге дейсіз ғой? Анда барады, мында барады, уақытымен тамақ іше алмай қалады. Сонда жейтіндеріне мынау. Ол деген өте зиянды нәрсе. Бұның құрамында мынау біріншіден май көп. Мынау майға әбден қуырылып пісірілген нәрсе. Екіншіден бұның жаңағы нан болсын, картошка болсын, картошканың өзінің құрамында крахмал деген болады. Ол крахмал деген жаңағыдай весті көтереді, сосын ана қантты көтеретін нәрселер. Нарғыздан сұрайықшы, чипсы жейсіз бе сіз? Жоқ. Кола? Ол маған дәрігер айтқан тұғын, 1 стакан коланың ішінде 2 стакан қант бар. Сол үшін мен оны ішпеймін. Мынау кола деп жай қай жерге барсаң да кока-кола дейді, анау дейді, мынау дейді. Сосын мынау әлгі көп жерлерде мен өзім барып жүргенде көріп жүрем. Жас адамдарда, үлкендерде барлығы майға қуырылған тауықтарды алаттағы мынау менен соны запивать етіп жеп отырады. Сонда екеуі де біріншіден майға қуырылған нәрсе өте зиянды. Екіншіден мынау тұнған қант. Мысалы, біз мынандай колаларды, мынау қант диабетімен ауыратын кезде қанттың түсіп кететін жағдайлары болады. Қант түсіп, аяқ қол дірілдеп, кәдімгі аш адам болып қалады. Сондай кезде ғана аздап беріп жібереміз, сонда мынау қант резко көтереді. Ал бұны көп жіберуге тағы болмайды жаңағыдай. Бұның да нормасы бар. Енді, мысалы, мынау май дейміз. Мысалы, мына жаққа қазір болмайды деген тағамдарды қояқшы. Болмайды деген тамақтарды мінекей. Міне, мына жаққа қояқ, е? Иә, міне. Не, болмайды бізде, мүмкіндігінше қолданбау керек. Майонез қолданбау керек. Қолданылуға керек емес адам. Мыналар қолдануға болады деген сөз. Ал мынау енді май дейміз ғой. Майды неге жемейміз дейді. Май жемейтін қазақ бола ма дейді, май жемейтін адам бола ма дейді. Майды жеуге болады. Бірақ оның да мөлшері бар. Ең көп дегенде 25-50 грамм күндік норма болу керек. Біздің Нарғызға айтыпты дәрігерлер, қазір жүкті кезінде өте ауыр болады, сен қазір мына артық салмақтан арылуың керек депті. Дұрыс айтады. Өйткені ол қазір, мысалы, артық салмақтан арылмаса, ертең бала көтерген кезде ол тағы да салмақ көтеріледі. Міне, мына жігіт неке 50 килограммдық онды көтеріп келе жатыр ғой. Ол қазірдің өзінде осында 50 килограммдық артық салмақты өзімен көтеріп жүр. Тәулігіне, неше уақыт? Жатса да, тұрса да соны көтеріп жүр. Ертең бала болған кезде тағы да оған салмақ қосылады ғой. Сонда ол ертең қалай жүреді? Ол өте қиналып жүретін болады. Ол бала дұрыс болмайтын болады ол кезде. Сондықтан оның қазір арығаны дұрыс. Сонымен бізде қазір студиямызда жаттықтырушымыз бар. Нарғызды ортаға шақырайықшы. Бізде батыр қазір көрсету керек Нарғызға. Қандай жаттығулар болады, қандай жаттығулар болмайды. Өйткені Нарғыз қазір саламатсыз ба? Бастасақ бола ма? Бастасақ болады, бірақ сіз бірінші алған скакалкаңыз, скакалка дейді ғой. Сізге бұл, в данном случае, скакалка сізге нежелательно. Неге? Өйткені сіздің салмағыңыз
мысалы скакалканы біз қалай жасаймыз, иә? Скакалканы секіріп жасау керек, да? Секірген кезде бүкіл салмағыңыз сіздің тізелеріңізге өте үлкен зиян алып келуі мүмкін, және сіз денсаулығыңызды жақсартамын деп керісінше зақымдауыңыз мүмкін. Негізі әр адам күніне кем дегенде 1 сағат уақыт бөлсе денсаулыққа, бұл тез результат нәтижеге жетуге болады. Негізі 1 сағаттың өзін қалай бөлінек? 10 минут разминкаға, мысалы жұмыс істейтін дене бұлшықеттерімізді созу, мысалы жұмыс істер алдында ол бұлшықеттерді бірінші дайындалу керек, өйткені ол дайындалмай сразу бүйтіп жасап жатсаңыз, ең бірінші разминкаға не керек жаңағы? Денені жылыту керек. Денені жылыту керек, мысалы қандай, мысалы қолға жұмыс істесеңіз, қолдың мысалы разминкасы, мысалы созу, мысалы қолды көтеріп, мына жерде трицепс деген бұлшықеттеріміз созылады. Және мысалы Наргиз, сізге айтарым, мысалы пресске, мысалы, пресс қазір көрсетейін сізге. Жерге жатып, қолыңызды шамаңыз келгенінше бастың артына қоямыз, және де көтеріле бастаймыз. Бұл жаттығуда қиындатамыз десеңіз, аяқты көтерсеңіз, бұл жерде пресстің төменгі жағы да, үстіңгі жағы да жұмыс істейді. Нарғыз, істетіп көрейікші. Нарғыздың салмағымен бұл қиын емес пе? Сонымен білгім келіп тұр. Өйткені былайық адам, мысалы, мен істеймін ғой, жақсы, бірақ мен былай істеймін. Қиын болғанмен, басында қиын болады, әрине, бірақ күнде систематикалық бұны системаға қойсаңыз. Нешеден бастау керек, мысалы, 10 рет, 15 рет? 8-12 реттен бастап бірнеше подход жасауға болады. Қиын емес па? Үйде істейді. Көрініп тұр. Негізі бұл приседание жасаған кезде аяқ ноги на ширине плеч дейді ғой, немесе ноги на ширине тазобедренного сустава, да? Орналасқан артқа отырамыз. Артқа отырған кезде, мысалы, көбіміз үйреніп қалғанымыз, да? Отырған кезде былай отырамыз, да? Мысалы, былай ойлаймыз, төмен отырсаң, сол құрылым жақсы жаттығу жасап жатырмын деп ойлаймыз ғой. Бұл өте қате. Жартылай отыру керек па? Жартылай отыру емес. Отырған кезде біздің тіземіз, біздің аяғымыздың линиясының артынан кетпеу керек. Мына былай жасамау керек. Былай? Мына отырамыз. Мына дұрыс емес. Қатты кетпеу керек, е? Тізе, қатты, мына тізе, мына кетпеу. Мынаның деңгейінде болу керек. Оны істеу үшін біз тазымызды артқа созамыз, артқа тартамыз. Керісінше артқа жіберу керек. Мына тазымызды артқа тартып, тіземізді 90 градусқа дейін бүгеміз. Біз ойлаймыз ғой, жаттықтырушыға барудың не қажеті бар, өзім-ақ үйден істей саламын деп. Кейбір адамдар айтады, что мені үйде қанша жаттығу жасасам да жасаймын, нәтижесі жоқ деп, мен оған сенбеймін, өйткені жұмыс істеген адам әрқашанда өзінің нәтижесіне жетеді деп ойлаймын. Рахмет, бізде жаттықтырушы Батыр Әшірханов. Айтпақшы, қаперіңізде жүрсін, семіздікке әкелер себептер, жүктілік, бірақ қорқып босанбай қоймаңыз. Депрессия, стресстен сақ болыңыз, жөн-жосықсыз дәрі-дәрмек қолданбаңыз. Қалғанша безіңізді қаратыңыз, тәттіні талғап жеңіз. Мәселенки бал, ащы шоколад, зефир, өрік, мейіз, мармеладтан қауіп жоқ. Әрі қарай, қымбат тамақ деген қандай тамақ? Қой етінен эксклюзивті рецепт. Бізбен бірге болыңыздар. Қуырдақты 400 мың теңгеге, күрішті 300 мың теңгеге қай жерден жеуге болады? Тоқтай тұрыңыз, шайыңызға қақалып қалған шығарсыздар. Асықпай жұтып алыңыз. Қымбат болған сайын жақсырақ қағидасы ас ішуге сәйкес келе бермейді. Себебі көшедегі кәдімгі құйрық майы бар самса, дөкей дәмханадағы миньон филесінен тойымдырақ болуы мүмкін. Десе де сондай мейрамханаға бас сұғып, асын алған жан, содан бір дәмділік іздеп, сүйсініп жеуге тырысады. Өйткені адам өзін-өзі жұбатудың шебері. Енді Forbes деген ақпараттық журнал әлемдегі ең қымбат 10 тағамның тізімін жасапты. Бірақ біз ең қызық деген үшеуіне тоқталамыз. Ал құлақ түріңіз. Шри-Ланкада консервленген манго мен гранаттан және шамалы шараптан тұратын Fortress Stilled Fisherman әрі қарай тілімде келмейді. Әйтеуір осы асыңыз $14,500 тұрады. Бірақ ауылдағы Айман апам түгілі мынаған менде тоймаймын ау.
Мынау 13-ші Луиз пиццасы, құны 8300 евро. Енді теңгесін шотқа қағып есептей беріңіз. Негізі пиццаны қаладағылар кез келген бұрыштан 1000 теңгеден жоғары бағаға сатып алып, ал ауылдағылар ашыған қамырға сыр мен қызанақ қосып пісіріп жей береді. Сонда бұған не қосады деп отырсыздар ғой. Аты құрсын, шаяннан қамыр илеп, омар мен лангустың етіне сыр мен 3 түрлі икра салып, 20 сантиметр қылып жасайтын көрінеді. Сиыр етінен жасалынатын $5000 флеур бургердің кескіні мынау. Осылай кете береді. Мына ақпаратты естіген Каспий жұрты икрасын Луиз пиццасының аспазына сатқысы келетін шығар. Бірақ білгенге маржанды көріп отырған жеңгелер жармағырлар-ау, деді шамасы. Шетелді қойш, өзіміздің елімізде де осындай аса бағалы әрі семіртпейтін тамақтардың бар жоғын білу үшін ортаға аспаз, 15 жылдық тәжірибесі бар аспаз Дастан Аханов мырза қазір бізге барлығын көрсетеді. Сонымен, мен алдыңызда байқап тұрмын, барлығы үйден табылатын тағамдар. Солай ғой? Иә, солай. Бәріне қарапайым, қолжетімді. Әрбір қазақта бұл ет бәрінде бар деп айтамын. Ет, содан кейін? Ет, күрдік, құйрығы, бауыры, салат листі бар, арзан, картошка, морковь, көк жуа, ұн, черри алдым, мен бұның орнына кәдімгі помидорды нету болады. Бір жұмыртқа, бір сәбіз, бір чеснок. Соль, перец, тұз, бұрыш, жапырақ, қара кесек бұрыш. Енді неден бастаймыз, сіз түсіндіріп жіберіңіз? Енді біз бастаймыз, етті бірінші пісіру керек. Пісіріп, етке соң, одан кейін нанын елеп, нанын қамырын нетеміз. Сонда бірден? Бірден қазір су қоямыз, қойып тұр. Етпен ойдаламыз. Оларды қайнатуға қоямыз? Оларды қайнатып, где-то ет 1,5 сағат, 2 сағат пісу керек. Өкпе бауырда жеке пісірген дұрыс болады. Қаны шығып, етті бұзып жүру мүмкін, көп шығып. Енді мысалы сіздің тағамыңыздың өзі мысалы мейрамханаларда қанша тұрады? Мысалы осы дайындап жатқан тағамыңызды. Мысалы мен мейрамханаға барсам осы тамақ қаншаға сатып аламын? Мен өзім мейрамхана болсам, бұл тамақты мен енді өзімізде болғаннан кейін енді қымбат ете алмайды. Бағасын банкет ретінде 6000-7000-ға шығара аламын. Енді біз нені салат жапырағынан жалғастырамыз? Салат жапырағы ең соңында нетем, бұл жуанды соңында салуға болады. Енді сіз мысалы үйіңізде де осылай күнделікті тамақ дайындайсыз ба? Әлде сіз күнделікті жұмысқа барасыз да үйіңізге барғанда демаласыз ба? Енді қалайша болады. Әр аспазшы үйіне барғанда ешкім кухняға кіргісі келмейді. Қызғанасыз ба? Қонақтар келгенде, енді үйде қонақтар келсе, онда кухняға кіріп, бір көмектесіп, аны-мынаны пісіріп, нетіп бересің. Келіншегіңіз бақытты шығар, иә? Әрине бақытты. Сосын айтпақшы, ет асқан кезде, анау суды құясыз ғой, етті саласыз ғой, сол кезде халықтың арасында сондай түсінік бар. Мен естідім, солай деп айтқан, сондай маған кеңес берген, арасына бір кішкентай ас қасықпен кішкене уксус қосып жіберу керек деп, сірке суын. Сол дұрыс па? Ет жұмсақ болады деген. Сіз сөйтіпсіз? Ет жұмсақ болсын, не көп қой, оның бәрін қолдана берге, ол пищевой неге келмейді. Сіз не істейсіз мысалы, ет жұмсақ болу? Соды салуға болады, уксус, алма салуға болады. Алма да салуға бола ма? Ет жұмсарту үшін? Асыққан уақытта алма салса, ет тез піседі. Біз етті тез пісіру үшін алма салуымызға болады, е? Ет асып жатқан кезде? Алманы шетін алып, салып жесең. Міне пайдалы кеңес әйелдерге. Сіз үйленген кезде аспаз болып жүрдіңіз бе, әлде мамандығыңыз басқа ма еді? Мен үйленбек жүрген мамандығым басқа болды. Кейін енді үйленгеннен кейін аспаз болдыңыз, е? Иә. Сол кезде жұбайыңыз... Үйленген емес, үйленбей тұрып, мен аспазшы болдым. Сонда сіздің келіншегіңіз сіздің аспаз екеніңізді біліп күйеуге шықты ғой, е? Жоқ, білді, менің жолдасымды аспазшы жағынан. Бір сөзбен айтқанда отбасылық,
иә? Иә, отбасылық біз аспазшы. Сізде мысалы мына қамыр жұмсақ болып тұр. Бұл еркек адамның өнері ғой. Еркек адамның қолы жұмсақ болады. Негізі Өні жұмсақ болады дегендей. Иә, бірақ сіз бірдеңе қосқан шығарсыз енді, сіз аспаз ретінде өзіңіздің бір құпияңыз. Кәдімгі жұмыртқа, дрожжи, су, сүт болды. Етіміз де пісті. Енді етімізді жайлап кесеміз. Қамырдың ішіне саламыз. Піскен етті құраймыз. Бұны әдемілеп салу керек па әлде қалай? Иә, әдемілеп, ішіне домалақтап саламыз. Дұрыстап істеген дұрыс болады. Мына бізде жасылдар, жуа, салат бар. Бұлардың барлығын сіз әшекейге қолданайын деп тұрсыз, е? Иә, бұл жерде мен енді бір адамды тағамды қолғаннан кейін бұған қолданамын. Ал көпшілікте мен бұны қолданбаймын. Оны адамға қойғанда мен қолданбаймын. Қазір біздің қыз-келіншектерімізге айту керек. Мейрамханадағы 6.000 ба, 7.000 ба? 5.000 деңіз. 5.000 арзандаттық. Арзандаттық. Мейрамханада 5.000 тұратын тағамды үйден қалай өзіміз оңай істеуге болады, сол тәсілді үйретіп жатырмыз. Мықты аспаз көрсетіп жатыр. Сіздер бір үйреніп алсаңыздар, ертең үйде мақтануға болады, е? Әрине мақтануға болады. Мен жаптық. Бәрін түзелейсіздер. Сосын астын бекітеміз ба бұлай? Жабыстырамыз ба алдыңғы қамырға? Жабыстырамыз. Мынауыңыз кәдімгідей бір үлкен жұмыс қой. Пісіп болды. Кәдімгідей киіз үй шықты ғой. Сонда киіз үйді кім ойлап тапты? Осылай істеуді қамырдан? Бұны аспазшы болсаң ойлап табу керек бәрін. Сонда бұл негізі кәдімгі бешбармақ болғанмен, бұны киіз үйдің формасында немесе басқа бір тағы формада жасай береді ма? Әрине, басқа формада жасауға болады. Оған фантазия керек. Әрине, оған фантазия қосу керек. Өсіп тағамыз дайын болды. Бұны негізінен асқан ақыллықтың да қажет жоқ. Барлығы үйде бар тағамдар. Кәдімгі үйде бар тағамдар. Қолжетімді тағам, қолжетімді жеміс-жидектер. Әрине, тағы қосам десілер қосасыздар. Бұл тағам ыстық тағам үстінде ыстық қыстап тұрады. Сонда қонақтарға алып келген кезде осылай ашасыз, е? Ашасыз. Тұздығын құясыз. Енді мынаны әдемі, сәнді, безендірдік, бәрі керемет. Енді мынаның пайдалы жағын айтайықшы, ең бірінші. Құйрық май бар ішінде. Құйрық май бар, бұл жерде әрине ет, бауыр, құйрық май. Көбі құйрық майды жемеймін деп айтады. Анау, салмақ қосам деп ойлайды ғой. Құйрық май қазір неде күн суықта бұл жесеңіз, денеңізде жылу тұрады, бір жағынан тойымды жүресіз. Білгенге маржанның айтары, бүгінгі көргеніңіз кәдеңізге жарасын, ертең дәл осы уақытта тағы жолығамыз. Аман болыңыздар.